Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру қызметінің жедел кезекшісі Ерік Мұқышев өз мамандығын Өскемен қаласының нөмірі 5-ші өрт сөндіру бөлімінде азаматтардың қауіпсіздігі үшін қызмет ететін жақын досы Нұржанның кеңесі бойынша таңдады. 13 жылдық қызметтен кейін Ерік өзінің дұрыс таңдау жасағанын түсініп, өз бауыры мақсатты осы мамандыққа жетеледі. Мен осы қызметке өзімнің жолдасым, жақын жолдасым содан естіп, ылғи бір отырыстарда отырған сайын сол жолдасым өзінің жұмысы туралы айтып, маған сол жұмыс қызықты болып, содан 2012 жылы Өскемен қаласының 2-ші өрт сөндіру бөліміне өрт сөндіруші болып жұмысқа кірдім. Осы мамандықта өзімнің отбасымда ең бірінші болып өзім осында жұмысқа орналастырып, одан өзімнің артынан келе жатқан ізбасарым бауырымды осы жұмысқа тартып, өзіміздің отбасымызда мен және туған бауырым осы мамандықтарында жұмыс істейміз. Ең қиын өртім ол май өндіру заводында болды. Қиын болған себебі біріншіден қою түтіннің себебінен қиын болды, және сол салынған ғимараттың конструкциясының қиындық себебінен өрттің өшіру саласы қиынырақ болды. Адам болғаннан кейін бір адамға еліктейсің. Енді мен өзімнің жұмыста Нұрдыбай Болат Самарқанов деген полковник ағамызға еліктеймін. Ол кісінің бұрын мен мамандандырылған жасағымда ол кісі бастық болып істеп, мен ол кісінің көмекшісі болып, осы уақытта ол кісімен бір бөлімде тығыз жұмыс істейміз. Отбасы жайлы айта кетсем, 2010 жылы отбасын құрып, қазіргі таңда 2 ұлым бар. Үлкен ұлым 8-ші сыныпта оқиды, кішкентай ұлым 3-ші сыныпта оқиды, және келіншегім халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істейді. Өзімнің отбасым мені толықтай осы жұмысымды қолдайды. Мырза, мені келесімізде оқыс оқиғалар болған жоқ, баян туралы ноян төкен. Отбасымен табиғат аясына шыққанды жақсы көреміз. Біздің енді Шығыс Қазақстанның төрт жағына шықсан табиғаты 4 түрлі. Соның себебінен біз табиғатқа шыққанды жақсы көреміз, және жылқыға мінгенді жақсы көреміз. Енді көбінесе бос уақытымызда сол жанұяммен сол табиғат аясында өткізгенді өте жақсы көремін. Менің енді өзімнің жұмысымда әріптесім, өзімнің орынбасарым Сагалов Елнар Валерьевич енді қазір осы жұмыста, осы бөлімде 5 жылдан артық жұмыс істеп келеміз. 2 жылдан артық менің орынбасарым болып жұмыс істейді, және жақын дос болып кеттік. Семьямызбен балаларымыз араласып, осы уақытта осы жұмыста мен өзім білгенімді оған үйретіп, оның білгенін одан алып, қазір жақсы әріптес, жақсы дос болып осы мамандықта іс атқарамыз. Біздің жұмысымызда өрт басына келген кезде біріншіден бақылау және жеке күш пен құралдарды тиімді, адамның шығынысыз және өртті тез өшіруге соны ұйымдастырамыз. Енді өрт сөндіру кезекшілік қызметінің ерекшелігі ол осы өрт кезіндегі жеке құрамның бірігіп жұмыс істеуіне және техникалық қауіпсіздіктерінен сақтауын басқа органдармен бірлесе жұмыс істеп, соны ұйымдастыру.